Сенбі күні өткен ең қиын 400 метр 40 градус жоғары қарай жүгіру жарысы қалай өткенін сіздерге айтып берейін. Отбасымызбен таңғы 6-да оянып, таңғы асымызды ішіп, барлығымыз осылай жолға шығып кеттік. Бұл жарысқа қатысу ақылы түрде болады. 2 апта бұрын билетін ойбай билет па не деуші еді, номерок па соны сатып алу керек. Бағасы 12 000 теңге тұрады. Дәл осындай жарысқа жігітім бірінші рет қатысты. Бір күн бұрын барып, осындай номерок алды. 6-шы волнада жүгіреді екен. Сағат 10-15-те жанына бір Red Bull және осындай бір майка беріледі. Алматыда қанша жыл тұрсам да мына трамплинге, яғни шаңғы тебетін жерге бірінші рет келіп тұрмын. Өте ерекше, үлкен, әдемі екен. Ең басты спонсор Red Bull болғандықтан осындай машинасын қойып қойған екен. Баламызбен әкесі осы жерге фотоға түсіп алды. Қатысушылар әр 15 минут сайын жүгіреді. Сол 15 минуттың ішінде жоғарыға мәреге жету керек. Біз барған кезде 2-ші волна осылай жүгіріп жатыр екен. Менің жігітім 6-шы волнада жүгіретін болғандықтан біздің мына жерде қанша уақыт жүріп күткенімізді өздеріңіз есептеп көріңіздер. Бір кезде жігітімнің жүгіретін кезегі келіп, мен оны видеоға түсірейін деп қарасам, таппай қалдым. Сөйтсем жерде жатыр екен ғой. Жүгірер алдында тренерлер жаттығу жасап, дене қыздырынуға көмектеседі. Ұлымның әкесін алыстан бірден тауып алуға болады, себебі киімі сап-сары. 400 метр биікке жүгіретін болғандықтан, менің жігітім жаяу-ақ жүріп барамын ғой, 15 минутта деген адам ғой. Сосын мен айттым, алдыңғы жағына тұрып ал, жаяу жай ғана жүріп барма, тез-тез бар, жүгіріп бар деп айтып едім ғой. Солай айтқанымда дұрыс болған екен. 7 минут 18 секундта көтерілген ғой 400 метр биіктікке. Сенесіздер ма, кейбір ер азаматтар 30 минутта шыққан, кейбіреулер тіпті жолдан шығып кері артқа қарай қайтып кеткен ғой. Бұл жаққа көтеріліп болып қайтар кезде баспалдақпен түсуге болады, немесе жаяу жүріп түсуге болады, немесе канатный дорогамен түсуге болады. Әкесін көріп қалып, мына жақта ұлымыз мәз болып тұр ғой. Ал әкесі келді. Нағара медаль береді екен ғой бұл жақта да. Кейбіреулерінде жоқ медаль, жаңа түсінбей қалдым да. Айтпақшы, арнайы сайттан өзіңнің нешінші болып келгеніңді көруге болады екен. Жігітім 76-шы болып келген еді. Мына жақтағы жалпы жүгіретін волналар саны 12 болғандықтан, жігітімнің номері төменге түсіп 137-ші орынға түсті. Яғни бұл тізімдегі 100 адамның барлығы тағы да эстафетаға жүгіріп, орынға таласады. Марапаттау бар, соның барлығы бітемін дегенше түскі сағат 3 болады. Ал біз 3-ке дейін күтпей, үйімізге ертерек 11:30-да қайтып кеттік. Обедімізді осы жерден алып кеттік. Ал бізге ас болсын, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.